Білім күнінде оқушылар араға 3 ай салып, алтын ұя мектептерімен қайта қауышты. Барлық мектептерде алғашқы қоңырау үні естіліп, мерекелік шара жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Дәл осындай игі шарадан облыстағы білім ошақтарда қалыс қалмады. Білім күнін ерекше атап өтті. Әрқайсымен рет-ретімен тілшіміз баяндайды. Боранкүл Жантасова жетім немеренің әжесі. Бүгін бірінші сыныпқа немересін жетектеп әкеп ұстаздарына табыстады. 40 жыл білім ошақтарын басқарған ардагер ұстаз оқу жылымен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Немерем бірінші сыныпқа келді, екінші немерем дайындық тобына келді. Бүгін мерекелік көңіл күй тілеймін. Қазығұртта 74 мектепте алғашқы қоңырау үні естілді. Онда 3000-ға жуық оқушы бірінші сыныпқа қабылданды. Білім күніне арналған шараға аудан әкімі Арман Абдуллаев қатысты. Ол мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндерге алдағы уақытта сапалы білім мен тәрбие алуға, еліміздегі үлгілі азаматтар болып қалыптасуына тілектестік білдірді. Одан кейін оқушылар асыға күткен алғашқы қоңырауда соғылды. Жүзбір түлек мектепті бітіріп, оның 2 оқушымыз алтын белгісімен аяқтап, 2 оқушымыз үздік аттестатқа ие болды. 101 оқушының 95-і ұлттық бірыңғай тестке барып, 47 грант иегері атанды. Биылғы 2022-2023 оқу жылында бірінші сыныпқа 141 бала қабылдап, 6 сыныпқа топтастырдық.